дейді, мен спорт. Ойбай, жұман бар, клеткада төбелеседі, қолын көтеріп жатыр деген, жұман найзаның чемпион болады деген ешқашан ұйықтасам түсіме кірмеген. Армандап жүретінмін мен осылай мектеп бітіргеннен кейін өнер жолында кетемін. Қайрат Нұртастың әндерін тыңдайтын постоянно. Сен пар-пармен қойып тастады, екеуміз қойып тастады, біріміз төбелесесің. Кәс деп еді, бірі дергать етті, может аяғын бүйтіп көтерейін деді, значит ол екінші рет деп еді. Момент ұстадым и все. Өзің қарап отырсаң, брат, натуре типегесің бар ғой. Эй, Берахара, был Сапсары подкаст. Бәріне сәлем. Сегодня мы будем разыгрывать ММА-перчатки от 99 Round. И условия очень простые. Мы во время подкаста озвучим вопрос, на который нужно будет правильно ответить в комментариях, и обязательно нужно будет подписан на наш канал. И человек, который выиграл перчатки с прошлого подкаста, где мы разыгрывали с Азизом Разыевым, пожалуйста, выйди на связь, и мы тебе передадим твой выигрыш. Еще приятного просмотра. Бүгін бізде қонақта ММА-дан және бокстан кәсіпқой спортшы Жұман Арлан Жұмабеков. Қош келдің. Рахмет, жігіттер. Алла разы болсын. Как свой здесь я, короче. Жігіттерге Алла разы болсын, күшті. Че, сразу с места в карьеру начнем. Жұман, сен жақында үйлендің. И как тебе вообще семейная жизнь? Бөлек қой. Легко? Бөлек. Бөлек. Ол енді Аллахқа шүкір, қанша не болды, мен де әйтеуір Аллахтың қалауымен өзімнің жан жарым Айнұр кездестірдім. Аллахқа мыңда шүкір. Енді оны бірінші көрген оның бойында қасиет, мен өзім бойында қасиетті көрдім, оның мінезінен, тұрысынан, сөйлесінен. Сөйтіп Аллахтың қалауымен бір жылдай сөйлестік. Мен сразу айттым, осындай жай жүргім келмейді, осылай сөйлесейік. Мақсат, ниет бір, үйлену. Ол да келісім берді. Сөйтіп өзім анашыммен таныстырдым. Менен бұрын анам ғашық болып қалды қызға. Енді сөйтіп таныстырып едім, сразу анашым әрекет жаса. Мен кішкене созып жүргім келді, бірақ танысып бүйтіп көрейін деп. Сонымен анашым айтқаннан кейін, әйтеуір Аллахтың қалауымен аяқ астынан болып кетті ғой бәрі. Құдалықта болды, ұзатып та алдық, сосын ертесіне бір екеннен кейін тойымызды жасап жібердік Аллахтың қалауымен. Ең бастысы сол, өзімді сыйлайды. Шыққан жері жақсы, одан кейін екінші анам ұнайды. Үйленбей жатып сол анам мысалы бір жаққа апаратын болсам, Айнұрды сұрайды, Айнұр бара ма? Киноға апаратсам айтады, Айнұр бара ма? Айтамын, мама барады, уайымдамаңыз. Осылай Аллахтың қалауымен жақсы тіл табысып алды. Өте қатты құрметтейді мен анамда. Сол үшін үлкен рахмет. Алла нәсіп етсе, үйде береке қазіргі таңда Аллахтың қалауымен. Енді көбісі айтып жатады, осы уақытқа жүріп алдым дейді. Енді шыны керек, мен де спортты жүрдім, бірақ ешбір нәрсе Аллахтың қалауымен болмайды. Егер Аллах қаламаса, сол секілді менде қанша рет болды. Мысалы, анамен таныстым, мынамен таныстым, енді Аллахтың қалауымен осылай жолықтырып тұр ғой. Енді спорт жағына бір өзгерді ма? Мотивация или дайындық? Әрине, ол енді орыстар айтады ғой, вдвойне надо пахать теперь. Өйткені жалғыз емеспін, өйткені өзімнің келіншегім бар, одан кейін анам бар. Одан бөлек бауырларым бар, әйтеуір падеш көретін. Сол үшін қазір мотивация менде жоғалған жоқ, ешқашан жоғалғандай емес. Мен әрқашан жүрген жерімде айтамын, ол ең біз ешкімге бір нәрсе дәлелдеудің қажеті жоқ. Ең бастысы сол өзім дәлелдегім келеді да. Мен осындай Пәленшиевтің ұлы, Орманның ұлы, Жұмабеков Орманның ұлы, қолымнан бір нәрсе келеді деген секілді. Сол себепті әйтеуір қазіргі таңда шүкір. Интересно, мотивация. Вот Артем Резников говорил, да, вот он как бы делился, потому что финансово хочет дом родителям. У тебя какая вот финансовая мотивация браться? Мен, брат, былай айтайын, негізі изначально айтайын да, қалай басталған. Негізі мен, брат, ұйықтасам, 100 ұйықтасам, түсіме кірмейді, мен спорт. Ойбай, Жұман бар, клеткада төбелеседі, қолын көтеріп жатыр деген, Жұман найзаның чемпион болады деген, ешқашан ұйықтасам түсіме кірмеген. Мен изначально басында ойлайтын, мен әнші болам, немесе актер болам деп ойлайтын. Өйткені қалай мектеп кездерде мысалы шығармашылық концерттер болады. Бүкіл жерде Жұман либо жүргізуші, либо айтады, либо там актер ойнайды сол жерде. Сөйтіп Қозы көрпеш Баян сұлуда ойнадым. Одан кейін 16 желтоқсан Қайрат Рысқұлбектің рөлінде ойнадым. Мектепте? Мектеп кезінде прям зал жылатқан уақыттар болды бізде. Шындап келсем. Мен сөйтіп армандап жүретінмін, мен осылай
мектеп бітіргеннен кейін өнер жолында кетемін. Қайрат Нұртастың әндерін тыңдайтынмын постоянно. Сөйтіп енді мектеп бітіргеннен кейін аяқ асты спортсмен болып кеттім, өзім таңдалдым. Енді сөйтіп айтып жатырмын ғой, жаңағы тағдырыңа жазған көреді екенсің. Аллах тағалам солай қалап тұр да. Осы жігіт спортсмен болады. Сол секілді осылай келдім. Енді айтайын дегенім, біз өте кішкене қиын жағдайда өмір сүрген адамдармыз. Анашым, одан кейін 5 баламыз ғой бізде. Әкем мектеп бітіргеннен кейін өмірден өтті. Ол кісі жатқан жері болсын. Енді ол кісі де көп қиыншылық көрсеткен анама негізі. Енді қандай жерден әкең не болса да жақсы көремін әкем сол үшін. Қиын кезеңдер өткеннен кейін осындай квартирада тұрып жүрдік, бір бөлме тұрған жерлер болды, бәріміз топырлап. Енді сол маған бірінші мотивация сол болды. Қай жақтан келдің? Мен негізі қазіргі Түркістан облысы Кентау қаласынан көшіп келдім осында, мектеп бітіріп. Бірақ түпкі нағашыларым Шәуілдірдің солардың қолында оқыдым, осы Алматыда 2 жақта оқыдым. Содан мектеп бітіріп келдім осында. Енді анашым біледі, анашым әрқашан ренжитін, мен ол кезде білмеймін, дұрыс емес, бірақ ол жасаған нәрсем. Айтам, қашан стройкада істей беремін, қашан ташкент жүре беремін. Мен мектепке келіп Алтынорда ташкент жүрдім ғой 5 жыл. Алтынорда ма? Алтынорда грузчик болып істедім. Титанка деген ташкент болатын, 3 ташкент сол. Жол деп. Вот соны мен көрген адамды, өйткені қалай ақшаның келетін, қандай қиыншылықпен, бірақ оның бәрі маған шыны керек надоел болды да. Мен бір нәрсе тапқым келді, бір жерге шыққым келді. Анау айтады, атын шықпаса жер өтеді деген сияқты. Енді әкем өткеннен кейін анашым қалдық 5-іміз. 5 баламен. Сосын анам айттым, мама дедім, мен бұлай жүре алмаймын шыны керек. Күніге келемін, ренжіп келемін, үйге ашуланып, тамақ беріп жатса істегім келмейді, мамам ұрсады, не істейсің басқа? Оқып жатқан оқуың жоқ, жасап жатқан нәрсең жоқ, спорт сені асыраймын. Енді кез келген ата-ана, мысалы төбелеске барамын десең, ойлайды, мына балам жынды болып қалған ғой негізі. Бұл жерден ақша бере ма деген секілді. Сол жаңағы айтып өткенде подпольный бой Тастақта тренировка ұстап жүремін. Самат деген жігіт, қазіргі таңда араласамыз, өзі стоматолог болшы. Одан кейін ол кезде брат мектеп бітіріп келген кезім ғой, 18-19 ғой примерно сол уақыттар. Тастақта тренировка істейміз, сонымен дзюдо күрес жүргем. Сонымен жаңа жігітмен танысып алдым да, содан кейін тренировкадан кейін өзім жеке қалып лапылар істейді. Енді ударка қойып жүрміз. Даламыз екеуміз де білмеймін ештеңе. Сонымен бір күні келді, бір ай ма, 1,5 айдан кейін. Осындай бой болады екен деп. Мен бірінші сұраған нәрсем қарсылас емес, ақша төлей ма? Төлейді кетті күнді. Сонымен екеуміз бардық. Жаңа қателестім, не ұстарсы емес, бірінші бойым Шишабарда болды. Шишабар. Сол жерде ночной клубта болды. Енді білмеймін, сол күні күндіз, біз кешкісін бой, күндіз барахолкеге барамыз. Шорт іздейміз. Есімде әйтеуір шорты, қалтасы бар. Сонда алдым, и кап алғам, аппақ кап. Қанша шықты? Ары кетсе бір бойға ма 10 000 теңге берді сол кезде. 10 000 теңге. Енді мен үшін сол оңай болып тұр ғой. Сөйтіп барам, сөйтіп. А там проигрыш, победа, неважно. Ондай жоқ тұғын. Ол кезде болған жоқ қой ондай нәрсе. Шерлок, анау деген сияқты. Мүмкін болды бізге, бірақ енді келіп жатқан нәрсе де ол дүние. Сол кезде Асхат деген ұйымдастырушы болды. Ол Асхат десе, кім кезінде Алаш Барайтпен бірге жүрген. Бушидо промоушн бар ғой. Вот соның директоры болған Асхат деген аға болды. Сосын 10 пар болдық, где-то бір 20 бала кіріп кеттік, раздевалка алып келді, осыны разминка істей өрінде. Сөйтіп мен жанымда ойымда ештеңе жоқ. Төрсе жақ бір бала отырады, екеуміз танысып алады. Қаяқтан чималғаннан қандай күрес, вольный күрес, менен сұрап жатыр, мен өзімше қазақша күрес қой менде. Қай салмаққа дейді, 60 салмақ. Все хорошо. Сонымен жаңа Асхат кірді. Сен пар-пармен қойып тастады, екеуміз қойып тастады, біріміз төбелеседі. Сонымен екеуміз бүйтті, айттым, брат, болды, жақсы бой көрсек, қоласы екеуміз кетіп қалдық, екі жақта тұрмыз, короче, шықтым. Енді мен шақырды, есімде жоқ, шыны керек. Шығып келе жатқанын білем. Бір кезде қолын көтерген ғана білем, болды. Шын жан кеткен ғой. Прикинь, қара ішкем көрінбеді, айқайлап жатқан лучше бір кезде мен көтеріп тұр, мен түсінбеймін ешнәрсені. Сөйтсем ана перегорет дейді ғой, бойдың алдында жанып кеткен ғой. Бірінші рет қой, талпан арасында шығып тұрғаннан кейін. Сөйтіп жаңа түсіріп жатқан видеом бар, көрсеткен екен. Қазір аяққа проход кіргенде мен келетеймін, құшақ қолқындырып жеңіп кеткенмін сол бірінші бойымда. Сол үшін мотивация сол ғой. Мен өйткені анамды көрдім, қалай бесеміз сүйреген, мысалда оның бәрі көз алдымда. Әкемде мысалы ішті, енді оны кінәлауға да болмайды ғой, өмір талабы сондай болған шығар. Әйтеуір өмірінің соңында бір 2 жылдай қойып кетті толығымен. Бірақ бізге қатты көңіл бөле алмады. Оны әрқашан айтатын, анам осы уақытқа дейін айтады, маған сөйтіп айтатын кезінде дейді, әкең
енді мен саған қатты қиыншылық көрсеттім, кешір деп сұрайды екен, арасында сөйлеседі енді екеуі. Сол кезде саған қатты қиыншылық көрсеттім, енді осы 5 бала сенің мойныңда, ары қарап сүйреу сенің міндетің деп. Сол кезде папам жылап айтады екен мамаға, осындай мен саған көп қиыншылық көрсеттім. Сол кезде мама айтады екен, енді білмейді ғой ажалдың айтып келетінін, ажал айтып келмейді ғой. Қойшы, қайдағы нәрсені айта берме, әлі бірге барамыз, бірге өсіреміз осы балаларды деп. Сөйтіп кетіп қалды өмірден. Ракпен ауырып өлді. Сөйтіп кетті. Сосын анашым бешеміз сүйреді ғой шындап келген. Енді соның бәрін көргеннен кейін енді мен жаңағыдай кішкентай үйде тұрып жатқанбыз, алтын бесікте, дружбада да квартирада тұрамыз. Күзін мысалы жаңбыр жауса түнде отырасың, шелекті потолоктан су тосып барып. Оның бәрін көргеннен кейін маған бірден бір мотивация осы анам бүкіл жағынан жасап беру. Шыны керек. Егер мен ондай мотивация болмай, ана нокауттан кейін, мысалы, надан кейін, мынау қол сынғаннан кейін мен мысалы 2-ның бірі қойып кететін еді спорт. Бірақ мен онда болған жоқ. Запой дейді ғой, бірақ болды, бірінші рет ұтылған кезде там 2-3 күн үйден шықпай, мен жылап, кәдімгі нағып алғам, сосын тұрдым да, мен бұл менің кәсібім, менің жұмысым. Сен қой жеңбе, бұл өзің үшін керек нәрсе. Сосын сол басты мақсат сол, мен кез келген бойымнан кейін интервьюімде айтам, ұтылсам да айтам, ең басты мотивациям өмірдегі анам. Сол кісінің айтар, көз қуанышын көрсем деп армандаймын да. Енді бір қуанышы, Аллахқа шүкір, үйленіп алдым. Ол кісі қазір қуанып жүр, менен қатты қуанады анашым. Енді екінші мақсат сол үйге әрекет қылып жатырмыз. Сол себептен міне мотивация осы. Енді по идее такая, да, благородная мотивация. Ол благородный болғанда, енді өзіме де білмеймін, мен мазохист сияқты көрінетін шығар, мен қиыншылық жақсы көремін да өзім шыны керек. Өйткені әрбір келген нәрсе мен үшін біреулерге болады ғой, оңай бере салады. Бірақ маған қиын келеді да қиыншылықпен. Мен ол қанымен сіңіп кеткен адам ғой шыны керек. Бірақ жүрекпен кетпеген да, бірақ қанмен кеткен адам, ол жүрекпен тек Алла ғана кету керек секілді болды. Бұл ісімді өзім жасап отқан ісім өзіме ұнайды. Өзіме нан алып келіп отқаннан кейін мен осы жақсы көремін болды. Брат, я правильно понимаю, что вот ты говоришь, первый бой в 18 лет был после школы, а до этого у тебя, получается, такого любительского опыта сильно не было, да? То есть ты сразу профессионалға кірдім. Жоқ, профессионалға 24 жасымда енді шындап келгенде профиға ауыстым. 24 жасымда. Өйткені мен 24 жасымда мен ойлашы боксқа келдім. Мен ең бірінші жаттықтырушым сол Сағатбек Мұсаханов. Ол кісіге Алла разы болсын, 1 жылдың ішінде менің қолымды қойып берген болатын ударкамды. Ол кісіге Алла разы болсын, өте үлкен көмек тиді. Енді мынандай нәрсе болды, 1 жыл келдім. Сол бірінші рет сол ағайдың қолына келген кезде, енді ол ағай бір кісі арқылы келдім, сонымен кәсіпқой спортшы боласың ба? Боламын. Мен беріп тұр ғой мотивация. Шығамын қазір қырам. Залға кіріп қалам, аяқта Ардақ Назаров, Бейбіт Назаров, Жанқош Тұрар, Қазыбек Әшімов, все чемпионы мира, братан, ойлашы. Они все у него тренировались. Тренировка істеп жатыр мен келген кезде. Мен ананы ютубтан көрген адаммын ғой. Ардақ ағаны. Аллахи дейін Ардақ ағаны мен қатты қисылаймын. Сол кісі сияқты болғым келетін, мысалы, біраз жігіттерге мотивация болды ол кезде. Қырып келатты ғой кісі, мысалы, шындап келген американта барады, маяқтан келіп шулатты жан-жақтан. Сол кісіні бірінші рет көрген кезде ауыз болды. Тұрып қалдым еді. Сол ағаймен таныстырды. Сен бары киініп кел деді. Есімде әлі сол раздевалка бар, киініп келдім. Сол кезде бірінші спаррингім осы Қазыбек Әшімовпен болды. Ол кезде Қазыбек Әшімов чемпион мира болатын. Кәсіпқойлар арасында Америкада, там Европада төлеп жүрген балдардың бірі 57 килограммда. Сонымен күрестіріп қойды. Рингтің ішінде кәдімгі. Енді Қазыбекте біздің намысшыл жігіттердің бірі ғой, мықты. Есіне бір болевойға түсіп қалдым да, гильотинға прям неге тағап тұрып көтерді мен. Мен кетіп барадым, қырап деген дауыс шығып барады. Ағайдың несін естіп жатырмын, жібер деп айқайлап жатыр. Бір кезде бук таси салып жерге. Бірге салып түсіп қалдым жерге былай. Ты чистый ударник, да? Прикинь, мен ударник емес, мен күрестім ғой вообще базам. Сол кезде бастадым деп жатырмын да боксты. Аға айқайлап бер, жіберсейші болды, өлтіресің деді. Мен таси салып есімде түстім, мен болды, мен короче алмайды. Сонымен тренировка бітті, мен ойладым уже. Енді болады ғой, үміт болды да, мен болды алмайды короче. Мешок сияқты түсіп қалдым. Бірақ қанша намысқа тырыстым, бермедім, проф по-любому. Сонымен тренировкадан келді, ағай деді, молодец, самое главное дейді, ұрған жоқсың дейді. Болды онда. Киім кешектерін жина, заттарын алып ал, ертеңнен бастап мен тренировка істейсің деді. Потолок қой мен үшін ойлашы. Үйге барам, мен жаспын өзі, мамама айтам, мама, мен спортқа кетемін, осындай. Ол кезде соңғы рет біз санаторий Алатауда, мен охрана жұмыс істеп жүргенмін. Мамам сол Алатаудың ішінде техничка болып істейді. 2 жылдай болды қатардан істеп жүрген. Сол кезде айтам, мама, мен спортқа кетемін, мама. Мен сол кезде
сол жерде отырған кезде, жұмыста істеп отырған кезде бізге боксерлар келетін тоже сборға. Қанат Ислам, любительдің боксерлары. Мен солар қарап, тренировкаларын қарап отыратын кәдімгідей. Сол кезде бір рет есімде, одан кейін ең соңғы рет істеп жүрген кезімде Жақсылық Үшкемпіров атамыз келді. Ол кісі марқұм, Аллах разы болсын, ол кісіге. Енді адами қасиеті бар, ол кісіні айта алмаймын мен. Бөлмейді да, былай біреулер бар ғой, Алла сақтасын, там охранник коммунал деген сияқты. Ол келді да, балам деп әңгіме екеуміз жіберіп, біраз нәрсені айтып беріп, одан да кішігірім мотивация болдым да. Аға айтып, осындай кәсіпқой спортшы боламын деп едім. Қандай спортпен айналысасың? Қазақша күрес деді. Енді бастағалы жатсың ба деді. Иә дедім. Енді кішкене мотивация берді да маған, осындай спорт деген оңай емес, ақыр бастадым, бірақ соңына жеткізу керек деген сияқты. Соны толып алғам мен мотивацияға. Сонымен үйге келдім, әкем жоқ. Әкем кетіп қалған, ол өмірден өтіп. Одан кейін анам айта алмай жүрдім басында, мама осындай төбелескім келеді деген секілді. Сосын айттым, мама енді әкем жоқ, үйдің үлкені сіз, өйткені айттым, егер батаңызды беріңіз, мен осындай уақыт керек, мен аяққа отырамын деген секілді. Сосын мама айтты, ақыр бастадым ба, байқап істе деді. Сонымен кеттім, мен содан басталды кәсіпқой. Қазір мамаң бойларды көрмейді? Иә, қазір мамам көреді, соңғы 2-3 бойларын қарап жүр қазір. Бұрындары көрмейді, мені айтатын, үйге келсем айтады, далаға шығып кеткен мен деп. Сосын барып кіремін дейді, бой біткеннен кейін. Сөйтіп мен Сағат ағаның қолына келдім, енді сол жерден бастап мен любительден шыға бастадым. Келді, дайындады, есімде бірінші Қазақстанды ұттым, жыл сайын ұтатын Қазақстанды барып, ММА-дан. Одан кейін Азияны ұттым, одан кейін бірінші чемпионат мейірімді кішкене қателік жүріп қойдым, ұтылдым. Екінші чемпионат мейірімді барында 3-ші орын алып келдім. Будапештте болды, Венгрияда. Ол кезде жалғасты, төбелесті, мен төбелестім, Марозда төбелесті, Дәурен Ермеев қазір шулап жүрген жігіттер бәрі сояқта болды ғой, бәріміз бірнеден шықтық қой панкратионнан. Сөйтіп келдім да 2013 жылы осы Нұрбек Қарабала братаннан өзіме ұсыныс түсті. Найза 1 Ақтауда. Профтар арасында. Қай жыл? 2013 жыл. 2013. Ответ беріп саттық қой біз. Иә, 2013-те сөйтіп Найзада барып дебют жасадық. Сол дебютта мен төбелестім, қазіргі таңда Жалғаз, Мороз, бәріміз сол бірге төбелескен болатынбыз. А вот мне, брат, интересно, что ты чувствовал, когда первый раз за границу поехал? Вот как ощущения были? Или ты только на бой был сконцентрирован? Или вот те все Будапешт сидели? Ну, я и говорю, что ты чувствовал. Енді бірінші рет баратын кезде менде қобалжу болды, өйткені шыны керек ондай шетелге бірінші рет шығып тұрмын ғой. Маған бір қызық болды, ояқта не бар, спортшылар қандай. Енді опыт, өйткені чемпионат мира, өйткені бірінші рет өмірінде барып тұрғаннан кейін кішкене жаңып кеттім. Шыны керек перегореть етіп кеттім, ол жасқа шықпай жатып уже. Сол түнімен ойлап жаттым, қалай төбелесем, бойға шығам, түк көрсете алмадым. Бірақ сондай возможностьтар болды. Одан кейін келдім да, біраз жастарға жүріп, әбден пісіп алдым ғой. Уже келесі чемпионат мирада басқаша төбелестім. Әйтеуір ол кісілерге Алла разы болсын, Сағат ағаға да тоже. Одан кейін Сағындық Мекеев, біздің қазіргі федерацияның президенті панкратионнан. Сол кісілермен бірге жұмыс жасаған болатынбыз. Ол кісілер енді қасқырлар ғой, ескінің қасқырлары. Енді сол кісілерді пісірді ғой, мен шындап өмірге дайындап, спортқа, үлкен спортқа алып келген сол кісілер. Қазір айтып кетсек, сен қазір бұл жаққа дайындалып жатсың ба? Иә, қазіргі таңда мен осы хардкор лигасында бұйырса неофициально енді сол ноябрьдің 30-ы скоро шығарады бұйырса. Сол запойыз. Наби Набиевпен. Наби деген бір бала бар, сонымен төбелесеміз енді бұйырса. Бойларын Наби Набиевтің бойларын көрдің бе сен? Енді ол профтан 2-ақ бой өткізген ғой негізі. Сол хардкорда төбелесті. Енді Хамзат кішкене өзі сөйлескенде айтқан, Хамзат кішкене недооценка болды дейді оны. Ол өз-өзіне ұтылып қалды, ол шыны керек Хамзат шыққаннан кейін. Бойды қарадым, мен осы Хамзат үшін жанкүйер болдым. Өйткені маған қызықты болды да сонымен төбелесу. Ал енді бұған сондай шанс келді, Наби тоже красавчик, мен ештеңе айтпаймын. Сондай возможность алып алды да и чемпион болды. Енді по возможности енді хайповать етіп жатыр ғой бала. Иә, сондай. Мен үндемей жүре беремін, жарайды ол сөйлей берсін. Мен өз іс-әрекетімді сол бой кезінде көрсетемін ғой. Осы Алматыда өткен хардкор болды ғой, где ты Азизханды Чоршанбиева нокаут отправил. Бәрі ойдағыда болды ма? Ты так и хотел, так и планировал? Ол бойда негізі мен YouTube ашатын болсаңдар, рухтан негізі вест бастағым оған. Бойдың алдында біраз уақыт өтті. Одан кейін
екінші рет тағы вызов бастадым. Олардан жауап келеді, брат, ты нам не интересен, и все. И все, бұл тупо жауап болды. Мен оны оскорблять етіп жатқан жоқпын, жаман нәрсе айтып жатқан жоқпын. Просто спортивный интерес айтып жатырмын да. Күлдіріп айтып жатырмын, я говорю, 100 метров хоть дедім да, оны жеткізіп, бірақ все равно отказым. И сонымен бір момент болды, осында бір Анар деген жігіт келеді. Ол қазір менеджер жігіт, Эмиль Наврузов. Тағы біраз боецтердің менеджері, сол менімен танысады да, осыны боец Эмильді алып келгенде сол жерде танысамыз. Сосын ол предложение істеді маған, Жуман, не хочешь со мной поработать? Так. Я говорю, сосын сразу айттым, я хочу. Кіммен? Эмиль? Анар. Менеджер. Эмиль Наврузовтың менеджері ғой. Жақсы, өзіміздің қатарлы брат тоже. Татар жігіт. Сол Ресей жақтан. Сөйтіп келді да ұсыныс түсті. Сосын мен айттым, кіммен бой бере аласың? Ол айтты, кого хочешь дейді. Бірінші сол кім түсті ғой, Азизхан. Вот с ним хочу. Тогда по времени де чуть. Брат, өтірік айтпайын, енді бар ғой, бір 2 аптаның ішінде жеткізбей, маған дыңқ етіп бой қойып береді Азизханмен. Айтамын, қашып жүр ғой, мені қалай десем, брат, все в деньгах же убирается деді. Мы смогли договориться с ним. И в этот момент, брат, болды ғой, мен қармағыма түсті да ол конкретно. И енді жаңа по поводу бой айтып жатсың ғой, сен планировал дейсің ғой. Бірақ я в этот момент чувствовал, понимаешь? Я как будто его славлю, да? Славлю, прикинь. Да, страшный. Я прикинь, сөйтіп ойланып жүремін да, залға барамын да, вот это постоянно вот оверхенд. Дум отрабатывал, постоянно. Сөйтіп KO же был. Сөйтіп келем да, сөйтіп залға кіремін, басқа залдарға барып жүремін. Ол әңгімені мен бойдан кейін естимін да, типа, Жұманда шанс жоқ дейді, типа айтады. Я говорю, как деймін да, вот аш деймін да, с кем я дрался, вот смотри, с кем он дрался. Но он с Аббасовым дрался, по-моему. Нариман Аббасов, не помню. Не, брат. Байднайц, он же за титул дрался. Да, вот он с этим армянином дрался, он проиграл, его задушили, да. С Соевым дрался, он и ММАшник, брат. Вот, например, да, айтам да, я говорю, ты посмотри, с кем я дрался, с кем он. Да. Тупо айтады, маған шанс берген жоқ ешкім дейді. Я говорю, ладно, что. Но он такой на хайпе был, когда... сол ғой, брат, маған именно сол жағынан да, а так он спортивный несін айтып жатқан жоқ, просто салыстыр деп жатырмын маған сенбеген адамдарға. Өйткені мен жанымда жүрген адамдар болды. Мына Жұманың уақыт өтті, оны жеңілмайды деген секілді. Енді сол бойда көрдіңдер, мен оның тактикасын түсініп қойдым, лоу-киктар. Да. Сосын Дәулет, анау, даже менде интернет неде бар, Инстаграмда, оң қолым дайында деген сияқты. Аяғын көріп тұрмын ғой мен. Бірақ мен ойладым, аяқ қазір неққа маған тебеді деп. Оказывается, сол внутренний лоу тепкен кезде мен патшагым кіріп да. И все, брат. Спланировал. Бітті бой, мысалы. Мен уже почувствовал, брат. Қазір тебеді, бірі дергать етті, может, аяғым бүйтіп көтерейін деді. Значит, ол екінші рет тебеді. Момент ұстадым, и все. Сол бой үшін сен бонус алдың. Сулеймановтың өзі шок болды ғой көріп. Келді да, мен шығып бара жатырмын, бәрінің сөзі, мен ұзақ сөйлемей қойдым. Он воспитанный парень, Азизхан, да, он такой. Енді, брат, мен айтайын, енді өтірік айтқаным болып қалады, мен ойлайды қазір анау мынау деп. Бірақ бой бітті, нокаутқа жібердім, жаңа екеуміз қолым көтерген кезде мен жанына барып құшақтап айттым, брат, я тоже был в таком состоянии, как и ты, дедім. Я тоже падал, дедім, да? Но не сдавайся, не сдавайся, я говорю, у тебя все впереди. Оның артындағы тренеріне де бардым, сөйтіп айттым. Он даже өзі шуып қойып тұр да, брат, приходи к нам тренироваться вместе, деді, мысалы, риза болып. И жанындағы ағасына да келдім, айттым. Я говорю, брат, это спорт всего лишь, и все. Потом бүйтіп бұрылып шығып бара жатқанмын, Сулеймановтың өзі келді, там, не уходите пока, сейчас к вам есть что-то, деді, келді. 500 мың рубль, на, бонус қой, короче. Прикинь, прямо сол жерде айтты ғой. Сонымен Анар айтады, даже Сулейманов от тебя до сих пор в шоке дейді, короче. Поэтому, братан, сол жерден тұрдым да, бүкіл аренаның алдында, я говорю, момент келеді, запущено. Жұма сұрау керек, прикинь. Алында бүкіл қазақтардың önce поезд сұрап аламын, аны фук. Достоин деді ғой. Достоин деді ғой, короче. И все, братан, например, да, бір бойдан кейін, ты че, кімге бере бермеді ғой. Тем более, мынандай бойдан кейін, брат. Да. Ты молодец, брат, что воспользовался возможностью, потому что другой бы растерялся. Сол ғой. Ұмыт кететін болдым, бірақ сол кезде ананы бүйтіп іздеп жүріп көзін түсіп кетті. Поезд айтып берген. Алдына айқайладым, бүкіл зал шулап кетті ғой. Пришлось потом Анатолий Сулеймановқа бой беріп маған. Енді примерный план бар ма Наби Набиевпен қалай төбелесесің? План 5 раунд пытырласу керек болды, басқа план жоқ. Айтып тұрмын ғой, енді ол білмеймін, енді көп сөйлеп жүрген шыны керек.
мен чал деп жатыр, мен жарайтын демей ақ қой, мен возрастым мен өзім бірақ ойлаймын, мен пикті, мен қазір пик формадамын қазір, тем более мысалы 33 это че, тем более мен қазір мен пикімді сезім жүрмін да өзім. Мысалы Наби сияқты, Набиден 2 есе мықты балдармен залда алсам, мысалы акторин даю, брат, честно говорю да, мысалы одан да мықты физически мықты балдармен алсам, өз міншектеріммен айтамын, серьезный балдармен дайындалып жүрмін. Ал бірақ ол сөйлей берсін, брат, маған шыны керек, маған ол қызық емес, он хочет мне подкушать, все, у него не получается вот грамотно. Но он не так прямо оскорбительный, он так чисто трэш-ток такой. Ну, по-пацански, да, да, короче. Ну, я же не ровесник. Просто ол жас қой, 19 жаста. Я же не ровесник, брат. Тот раз сидели с моим другом Еркиным, всегда отырғанбыз. И он к прямой эфирге кіресам, мойнымда ештеңе жоқ, прямой эфирге кіріп отырамын да, и он мне дружба отправляет на прямой эфир. Я говорю, басында маған кірді, короче, 800-900 адам отыр. И он там начинает что-то, блин. Прикинь, әңгімем жараспайды, брат, мен не айтамын, мен айтады, сенде интернет плохо ловит, выйди на улицу, баланың әңгімесін айтып жатыр да, брат. Я говорю, Набишка, успокойся конкретно, все. Айтады, сен Россияға келе алмайсың, анау мынау дейді. Сосын айттым, брат, мына конференция будет, я по-любому приеду. Аллах тұр ғой, брат, мен ондай көріп тастағанмын да, шыны керек, мысалы. 33 жас, тем более, онда жерде жүретін, жерде жүріп, көретін нәрсені көріп, ертең көзін айтқым келіп тұр да, конкретно не демекші. Ол жас қой там. Сол мен типа сөйтіп нап жатыр да, болады ғой, психологический давка, брат. Зачем ол нәрсе? Ол өтпейді ол маған шыны керек. Просто он еще, по-моему, не понимает, да, с кем он связался. Сол ғой, брат, бір шетін айтып отқан. Мен айттым, я говорю, брат, придет время, мы с тобой встретимся, дедім, и все. Давай Набишка дедім да, короче, шығара салдым, и все, брат. Күліп отырым, и ол ойланып қалады да арасында. Жанындағы балдар типа газ беріп жатыр да, осылай дейші. Жас қой, брат, жас. А так бой ғой, бойда бәрі мүмкін, брат. Мен недооценка ештеңе жоқ, брат, мен айтып тұрмын ғой, брат, 5 раунд я хочу. 5 раунд, прям, видишь, көзін қарап, вот, до конца. Я буду до конца идти, брат, и все. Вот это для меня, вот эта возможность, он бекерден бекер беріп жатқан жоқ, Алла маған. Джуман, значит, сен уақытың келді, алу керексің деген секілді, все. Мен до конца буду идти. А вот қыркүйектің соңында Ақтау қаласында сенде бой болу керек, я Фарид Адулаевпен. Бокстан, да, по-моему? Бокстан. И почему-то бой болған жоқ. Почему-то болғанда, брат, енді Аллахтың өзі кешірсін, мошенник болып шықты ол жігіт. Ербол деген жігіт. Промоушн ба? Қазақ Global Boxing деген. Оның 2 күн бұрын ба, маған келіншегі звондап, осындай, что там болатын болды ма, турнир деген сияқты. И жаңа Ерболдың өзі жоқ болып кетті, мысалы. Мен қанша жаздым, мен, брат, осыны, все, братан, все, анау, все, мынау деп, кадрымда қашып кетті, брат. Алдым да, не жасап тастадым, телефон болды, шықпаймын деп. Получается, бүкіл тренировка жасаған қалды, бәрі қалды ғой. Айттым, хотя бы компенсация төле маған. Әні жоқ болды, жоқ болып кетті. Сөйтіп Инстаграм неге шығарам өткенде? Я көрдім. Историяға. Бум, маған жазады, ой, братан, я от тебя не ожидал такой, что ты ожидал? Еще обижается. Прикинь, еще маған ренжит, брат. Мен оған ештеңе деген жоқ, мен жарайды, мен ертең мен кәлімет етіп келдім, мен сөзін шыны керек. Енді Ербол қазір өзің қарап отырсаң, брат, натуре типегесің бар ғой. Мен конкретно бетіне айта аламын оны. Болды, оны ешқайда төбелеспеймін. Ма лишь бы ана Инстаграмда несін бәрін удалить етіп тастаса болды. Просто ол да еңбек қой, мысалы. Конечно, брат. Мен ғана емес қой, тағы бір профбоксерларға шыққан, мысалы, мынау Ерасыл тоже сам хайпта төбелесіп жүрген, балдарға да обещать етіп жүрген. Біз, мысалы, жігіттер, біз солай күнімізді көріп жүрген адамбыз бойдан бойға. Ол бізге үміт берді да, біз сонша денсаулық кетті, салмақ қуып жатқан нелеріміз бар. Ол оны түсінген жоқ қой. Да, Азиз рассказывал, через что. Сол ғой, брат. Через что. Особенно весогонка, да? А вообще Фарид Адулаев, ну как, интересен тебе? Конечно, интересен он. Фарид, вообще, мен ойлаймын, негізі ол жақсы спортсмен негізі бар ғой. Егер постоянно дисциплина тренировка істейтін болса, алысқа баратын спортсмендер прям. А то я в плане чего? В плане спортивного интереса, в плане медиа-хайпа мне интересен конкретно Фаридті. Вообще тебе интересно? Ол да келісім берді ғой, ол да контракт қойды. Но его тоже кинули, да? Ұшып келген кезде оған жарты ақшасын төлеу керек тұғын. И бойдан кейін екінші ақшасын төлеу керек тұғын. И сонымен мен оны қалай білем, оны оказывается сол бізде жүрген Ерасыл ағаны екен перед турниром. И қалғаны сол бойдан кейін береміз деген. И тағы бір жігіт болатын, соған 500 мың берген, қалған 500 мың бойдан кейін беремін деп солар алып алған ғой, короче. Мен оны естимін да, дарант етемін ғой, кім Ербол, давай маған жартысын төле. Жоқ, короче. Ничего страшного, пусть это будет на совести. Жарайды, аман болсын, Аллах бәрін көруші ғой, брат. Біз әйтеуір өз тарапымыздан сонша еңбектен 21 күн
тренировочный лагерь өттік мысалы, да, соның бәрі зая кетті просто вообще. А вот Я так понимаю, сейчас хотел, вот пока мы про Фарида разговариваем, ты Еркебулан Тоқтардың соңғы бойында сен углда болдың. И как раз Фарид Ядулаев и Еркебулан Тоқтар осы жазда Намат стадионы турнирде төбелесті. Бір карта төбелесті. Да, олар бірге төбелесті ғой. Между друг другом. Дұрыс қой, бір карта төбелесті. Бір карта, да. И там Еркебулан говорил, что хочет устроить зарубу, и вот этой зарубы не получилось. Ты вот в этом лагере не участвовал? Жоқ, мен Еркебулан ол бойында лагерінде болған жоқпын. Мен потом көмектестім Еркебуланға. Вот уже к последнему. Видишь, бойды неде қарадым я, үйге барып, менен кейін шықты олар. Мен Алматыренің жанында тұрамын, сол кезде барып қараған кезде кім Фара кішкене ақылға салып төбелескен сияқты ма, кішкене переиграл. Да, просто Фара говорил тоже, я буду прям рубка, но и сам рубку не показал. Сондайға барған жоқ. Енді Еркебуланды көбісі айтады, ол Еркебулан негізі бар, красавчик бала. Ол без маска жүретін адам ғой негізі, айта салма, как они айта салады мысалы. Көбісі соның үшін жеп көреді мысалы, да. Ол да ашығын айтады, отылдым дейді. Мен енді ол сияқты, анау сияқты спортсмен емеспін ғой дейді. Бірақ енді сондай неде жүргеннен кейін дайындалып енді ойлашы мысалы, қандай жекпе-жектер көрсетіп жатыр. Я кішкене чуть Еркебулан чуть переиграл, мне кажется, в плане вот этого, план бойға шыққан кезде. Енді қазіргі таңда шығатын болса, енді Еркебулан достойный бой береді оған. Но тебе вот интересна, да, история бокса? Вот в боксе, хардкор боксе, да, например, тоже хайповые бои у них. Интересно было бы выступить там? Маған мынау Қазақ Глобал бірінші күн береді маған бой. Сөйтіп 2 күннен кейін маған анар жазады ғой. Стадионның турнир 26 августта ойлашы. 70-ке Тимур Золотой деген бар ғой. Вот сонымен. Мен айтамын дейін, мен енді адамшылық қасиетке салам ғой, брат, мен яқы контракт қойып қойдым, ұят болады, шықпаймын деген секілді. Тимур Золотой. Сөйтіп отказ берем. Өзім адалып қаламын ғой, брат, ойлашы. Сөйтіп алдым да, анау шықты, анау чемпион болып кетті мысалы, жетпіске бар. Анау 4-ші раундта ма құлап тастады, 2-ші раундта ма? Сивым. Сиви да. Сөйтіп, брат. Нет, я не смотрел, просто я сондай шанс кетті көз алдымда. Как насколько это обидно, да, что сол ғой, брат. Тимур Золотой хороший. Кулачный боец. Нормально. Кулачный боец, а так бокс это другой, брат. Бокс другой. А кулачка неинтересно? Кулачка нет, брат. Қазір шыққым келмейді, шыны керек. Маған сейчас ММА, иншалла, план сол ғой, жаңа пояс, одан кейін хочу по боксу и по ММА. Вот сен бар жерде айтып жатсың, сенде 35-ке дейін мен профессиональный боец боламын, сосын оның бәрін қоямын. Неге именно 35? Ол түсінікті, сен анаға уәде бердің 35-те деп. Неге өзіне сондай бір порог жасадың 35 деп? Білмеймін, енді 35 максимум шығар адамнан выжимать деп шығаратын. Енді ол да жаңа мотивацияға байланысты ғой, мысалы. Егер кім біледі, барлық нәрсе болуы мүмкін де жекпе-жек барысында. Сол секілді ғой, кішкене анамның да жүрегі ауырмасын деген секілді. Сол себепті кішкене өзіме шектеу қойып жатқаным ғой. Бірақ кейде арасында айтып қоямын, 35 болмайтын болды деп мамаға дейді. Сол ұрсады маған, айтып 35 деген сияқты. Көреміз енді, брат, бәрі енді Аллахтың қолында, ол адамды дей береді ғой, мысалы. Деген қандай ситуацияға байланысты көре жатармыз. Ал вдруг маған ойлашы, там $5 мың төбесім шығып келіп тұрса. Ну, да, конечно. Газовать етесің, онда кетіп последний ойын есе. Көреміз енді, бірақ енді сол 35 деп отырмыз енді. А примерно 35-тен кейін қандай план бар? Қазір көріп жүрмін. Өнерді айтсақ, мысалы, сен қазір клипта или кинода жүрсің, иә? Сен еще ринг анонсер, не ринг анонсер, а вот рингға шығып, интервью алып, да, комментатор. Вот қандай примерно пландарым бар? В общем, план көп негізі. Оны мен айтқаннан гөрі іспен жасаған дұрыс та. Бірақ енді план көп. Бұрын армандайтым осы тренер болсам деп. Мен өйткені тренировать еттім 5 жыл, менде тәжірибе бар кішкентай балаларға. Абылай хан спорт комплекс Сейфуллин Шолоховада самбо тренировать еткен бай болсам. Сол кезде ең көп келетін группа маған, ойлашы, 60-70 адам тұрады. Жас балалар бәрі жақсы көретін, мен солармен жұмыс істедім. Одан кейін шәкірттерім болды. Нұраділ деген оқушым болды, грэпплингтен чемпион Қазақстан. Ол алды да спорт тастады, қазір Америкада жұмыста. Қазір постоянно жазып тұрады. Одан кейін Асланов Гамлет, Тартинда жүрген қазір. 3-0 ма 2-0 болды, короче. Ол мықты дайындаған. Одан кейін Махметов Адали деген өзбекша қыз болды. Қазбекпен қазақ араласқан чемпионаттан қыз. Қазір ол сборныйда жүр, по ММА-тан. Осы 3 қыз тәрбиеледім.
енді опа да жедім, таяқ та жедім ғой, шыны керек, шәкірт тәрбиелеймін деп. Өйткені мынау Вандамен қазіргі таңда қатты араласпаймын мысалы. Өйткені мен кеп тартимда қалам ағай осындай мүмкіндік кеп тұр, мен алдыма бір ауыз өткен жоқ. Өйткені менің өзім брат мынандай дайындаған балам. Конечно, ол саған өкпеңе тиеді, обидно болады. Оның әкесі де келген жоқ, брат. Жұман осындай деген сияқты. Егер мысалда жаңа шетін жақсы азаматтар болса, кеп өтуші еді, Жұман, мен балам соқта жүре берсін, кішкене көз қырын сап қой десе де, мен риза боламын, ойбай мен артымнан кетіп қал деген сияқты. Жоқ, жүре берсін, пожалуйста, дартим ба, жоқ басқа клубта жүре ма, лев оған жақсы болса болды, самое главное. Мен сосын болды дедім, өз үшін сабақ түйдім, болды, мен ондай оқушылар дайындамайын деген секілді. Айтып тұрмын ғой, сол тренер айтады ғой, жаңа неблагодарная работа дейді, тренер. Видишь, сондай таяқ жейтін кездерім болады то, брат. Вот как раз Азиз про это, помните, говорил, что не обидно, когда человек переходит в другую команду. Да? Обидно, когда ты его так взрастил с малых лет, и потом он тебя просто бросает. Вот Азекең өзі біледі ғой, грамотно Азекең. Ол бәріміз бірнеде жүрдік қой, 2 жыл капитан команда болды. Оған отношением қандай болды. Бірақ енді ол екеуміздің арамызда кіре алмайды ол. Он не имеет права, дұрыс па Азекең? Үлкен оның өзінің темасы бар. Біздің өзіміз арамыз, өзінің темамыз бар. Сол секілді. Ол прямой, ол Вандамның өзіне қатысты ғой. Да, конечно. Егер грамотный болады, көріп тұрады, өткенде Бишкекке барғанда бүйтіп басын тығып бүйтіп амандасып тұрады, все равно көңілі нету да оған, брат. И все. Ал егер сол кезде келіп айтқан кезде маған Жұман ағай осындай десе, мен барып бүйтіп құшақтап кәдімгі көңіл көтеріп бастаймын. Енді ондай жігіттердің қаншасы келіп кетеді, оны бір Аллахқа мәлім. Ертең уақытта жүре ма, жүрмей ма, брат, оны бір Алла біледі, болды. Мен ойлаймын, ол бір адамға жасаған адам, ол әдетінен кете алмайды бар ғой. Получается, план после завершения карьеры тренерства. Медийка, вот, наверное, комментатор был, да? Нұрбек аға айтты ғой, осыны найзаға келесің, болды, бірге жұмыс істейсің. Кім сияқты? Даниэль Корнель. Нет, больше похоже на этот. Круз, да. Круз ғой. Ну вот они интересно, да, вот как два бойца, великих бойца, потом стали профессионалами. Не үшін қойып жатыр бізді, мен айта кетейін. Мысалы, біз енді бұл спорттың тәжірибе жатыр да бізде. Енді мысалы айдалада бір футболисттер алып келіп, мысалы бойды комментировать ете алмайды, сол сияқты. Мен де барып төйліп жүрген бала футболды комментировать, сол сияқты мысалы. Біз енді оның ішінде сферасында жүргеннен кейін Нұрбек аға, сосын бірінші Илдар Құдайбергенов келді, Найзаның директоры. Ол братан тоже красавчик. И мені алып алды комментаторский и фаниль. Сол теманы бәрін білеміз ғой, сол үшін как рассуждать, что как делать. Тем более бойда не болатқан бәрін білесіңдер. Соның бәрін айтып отырасың. Сен қазақша, фаниль орысша. Сол біз де оқытамыз деп отыр енді Нұрбек аға, кішкене бізге де даму керек қой, любой сферада. Да, отырмайсың ғой, сол секілді. Мен де басында осы Алматы аренада шықтым ғой, жаңа боецтар интервью алып. Қуа жүрдім бірге. Ұмытып қалғам ғой, ненің бәрін. Текстің бәрін ұмытып қалғам, сонымен по ходу комментировать етіп жатырмын, сонымен кімнен аласында жүрді, осыны боецтар. Компьютер қостым бастан. Анау неден өтті, не қалды, қайтып бүйтіп, по ходу бойы, короче. Жалғастырып кете бердім шыққаннан кейін. Бәріне ұнады, құдайға шүкір. Пока саған боец болу лучше, да? Маған сол оңай болып көрінді ғой, брат. Сөйтсем, бірісінің өзінің қиыншылығы бар екен. Мен ойладым, қазір шығғанда шығып өзім мандырашын, микрофон дірілдеп тұр болды. Сосын Нұрбек аға айтты, микрофон ешкімге бермеді. Бермейсің ғой, жабысы бар. Сол ғой, брат. Бұлай айтамын да, құлағына айтамын, микрофон. Өзіңіз құтарып, сол ғой, айтып, попробуй керек. Айттым, бермейін дедім, знаешь, задание болды. Үш андаймен жұмыс істейсің ғой, айтып отырады, болды, сразу все. На самом деле, большой респект, да, что вот Нурбек Харабала дает такую площадку, да, для бойцов. Еще не просто дает, типа, вот вы тут работаете, да, еще пойдет, научит этому ремеслу, да. Сөздің аузында, брат, бөліп жіберейін, негізі көбісі білмейді, түсін, мысалы, Дарпро тимінің директоры, Алидар Утемуратов. Ол кісі бар ғой, алтын адам. Өзім 2 жылда жүрдім. Енді оның қанша дүниесі болсын, байлығы болсын, мысалы да, ол көбісі бар, енді ондай дүниемен сен дәрежең қарап араласатын адамдар, бірақ ол кісі ондай емес. Ол кісі саған түн мынандай салады, как себя чувствуешь, жағдайың қалай, жақсы ма, не қажет, не керек, мысалы да, спортсмен ретінде саған жанашып звондайды да, мысалы, капитан болғаннан кейін, тем более біз постоянно связьда болдық. Жұман айтады, қаны кім не істеп жатыр, қалай не жатыр, кім залға новенький болып келеді, қандай боец болмасын, сендер залдың духын көрсету керексіңдер, болды. Бізде задний жоқ. Так он, насколько я знаю, часто сам тренируется с бойцами совсем. Солға айтып тұрғанымыз, ол
тек спорттық бағытта емес, ол өмірлік бағытта да саған сабақ береді ғой. Осындай жұман осылай істе. Ертең айтады, сен спорт бітіп қалды дейді, аяқ асты мысалы запрещен, дальше не істейсің, сол үшін сен планда қоюың керек дейді. Алға 5, 10, 15, 20 жыл план қоюың керек дейді. Енді сондай кісілердің қолында жүргеннен кейін ойлаш, бір жылдың ішінде 3 сезон адамдарға көмек береді. Сабақ, пәленбай семьяға, етпен, 2 үстіңгі киіммен көмек береді бәріне. Мен көз алдында әлі уақытқа дейін есімде, сол залда бір жігіттің мамасы техничка болып істейді. Әкесі өскен бала, жағдай нашар, квартирада тұратын еді, соны алды да жер алып бере салды апарып. Менің артымнан емес деді, бүкіл команданың артынан беріңдер деді. Сол кезде барып, сол кілтті сыйлап, ана мамасының көз жасын көрген кезде жүрегіміз елжіреп кеткен кәдімгідей. Оны біз ғана білеміз да, оны сырт көзге көрсетпейді мысалы. Қанша жасап жатқан жақсылықтар бар. Сол үшін көрген жерде мен ол кісінің қатты сыйлайды, мен келіп прям құшақтасып амандасып қал жағдайын бүкілден сұрап отырады. Сол үшін сондай кісілер көп болса екен деймін да, кішкене Қазақстанның мысалы спортын көтеруге қолдау көрсетіп жатқан. Сол үшін молодец сондай кісі. Одан кейін жаңа Нұрбек аға айтып өткендеріңіздей, Нұрбек ағанда жасап жатқан жақсылығы көп. Оны көбісі біле бермейді, көбісі көре бермейді. Олар біздің көрермендер тек қана шыққан нәрсені көреміз, экранға болып басқа жан-жағы жүріп жатқан адамдар ғана біледі, оны қандай үлкен тірлік жасап жатқан. Сол үшін міне осы екісі қосылды да қазір найзаны қайға дейін апарып жатыр, Аллахтың қалауымен. Сол үшін үлкен рахмет айтамын бірінші Аллахқа, осыдан кейін осы Әлидар аға менің көзімді ашқан осы өмірге біраз көмек тиді ол кісінің. Одан кейін Нұрбек аға осы уақытқа дейін тойымда квартира подарить. Мурамен осы Нұрбек братан екеуі мысалы квартира подарить етті. Ақтаудан. Ойлашы? Да. Мен оның туысқан емесін таныдым, мысалы інісі емеспін кішкентай. Көрдіңіздер ғой, мен туған бауырым секілді дедім. Сол тоже самый мен туған ағам секілді. 2013-тен бері қатарласамыз. Сол үшін енді ол екінің бірінің қолынан келмейтін нәрсе, қолында болып тұрса да мысалы бере алмайтындар да бар ғой, бірақ онда ондай емес та ол кісі. Аллах разы болсын. Енді осы квартираға қандай пландар? Барасың ба, демал? Көреміз, брат. Мен өзім ғана баспаналы болғым келмейді ғой, менен кейін артымда екінім бар. Племяшкаларым бар, сол бала-шағам, інімнің бала-шағасы 5-еу бар мысалы. Оларға да поддержка керек қой. Жеке басымды ойласам, мен давно уже үйге кіріп алатынмын сөзім керек. Мен ондай нәрсе жоқ. Біз толығымен арманым сол ғой, шынымен бәрі басын қосып әйтеуір бір жерде тұрсақ. Бір үлкен идея. Конечно. Сол ғой план негізі. Сол жолда еңбек етіп отырмыз, енді бәрі Аллахтың қалауымен, ниетіміз түзу болса болады, иншалла. Классно. Блин, вообще я удивлен, что вот Алидар, фамилия своя, отчество? Тимуратов, да, вот что он такую поддержку делал своим бойцам, не только бойцам, да, получается, и вообще всей своей команде. Очень круто. О, брат, прикинь, он лучше нас разбирает бойцов, прикинь. Біз дадо шок болдым, қарап отыр. Келеді, он в таком раунде выиграет, в этот таком раунде проиграет, прикинь. Сам стал профессионалом, да? Өзі ойлашы, сөйтіп бізбен бірге келіп спарринг істейді, жалға келіп, ошибкаларын алады. Кейде ойнаймыз, былай күресіп, спарринг жасап. Мықты кісі, Алла разы болсын кісіге. Круто. Жүрген жерінде айтып отырамын ғой. Мен до сих пор WhatsApp-на бар ғой, тоже жазып отырамын кейде. Жұмадан шыққан кезде адышы. Қазір Сақпро тимдасың. Қазір Сақпро тимдамыз, сол Дартимнан қалай кеттім. Дартимнан кеткеннен кейін осы Дидар ағаның қолына бардым, айттым, осындай пока команда жоқ, қайда не істеймін. Сонымен жұма күте тұрмын, осындай зал ашып жатырмын қазір. Алматы аренада Алатау не бар ғой. 300 здание тұр ғой, соның астында короче, сол жерден проектісін көрсетті, осындай. Сөйтіп сәл күткеннен кейін ашты ғой, сол командадамыз қазір. Примерно команда туралы айтып кетсең, там сколько бойцов, как там вообще все устроено? Бізде Сақпро тим негізі любительский команда болған. Басында сол дзюдо секция, вольный, карате, бокс, осы 4 бит болды. Сөйтіп алып келді да, сонымен мен барғаннан кейін біз команда құра бастадық. Ол біздің главный тренер қазір Дәулет білесіздер, Дартим тоже командасын жұмыс істеп бірге. Сол соқтан кеткеннен кейін ол да сол командада болды. Сөйтіп бір команда жинадық өзіміз. Бірінші ММА проф боец мен болған шығармын, ол жерде барғаннан кейін профтан. Қазіргі таңда бізде рухта шығып жүрген балдар көп, наматта шығып жүрген балдар бар, октагонның балдар бар. Сосын мен найзаның баласы. Где-то бір 20 шақты бір проф боец бар шығар бізде. По разным видам, брат. Намат, там, рухфайтинг. Поговорим про промоушен. Да, вот қазір
промоушен что именно ты хочешь? Ну, вот сравнение как... Вообще, да, бізде Қазақстандағы найза бар, иә, октагон бар, намат бар, иә, кулачкадан, сосын рух файтинг бар. Рух файтинг. Да. Как ты думаешь вообще, как сейчас у нас ММА, он развивается, да, мы смотрим, видим, вот из этих всех промоушенов, какие вот, ну, кто из них лучше? Ну, сравните с Fight Night, да, самая профессиональная в России лига. Я думаю, брат, Fight Night дейді, жаңа российский лигалардың ACA дейді, сол төбелесіп жүрген барлық жақта сол бір төбелес қой негізі, бірақ енді бірін-бірімен салыстыруға келмейді, оны біреуін айтсаң біреуінің көңілі түсіп қалады деген секілді, бірақ конкуренция болу керек. Өйткені промоушенның көп болғаны, ол боецтерге жақсы жұмыс бар. Екінің бірі мысалы барып Америка болсын, Европа болсын, Россия болсын төбелескелі возможность жоқ қой. Өйткені дұрыс па? Бәрін алып кете алмайды ғой. Сол себепте бізде намат болсын, рух болсын, октагон болсын, найза болсын, алаш прайд болсын, бізге побольше промоушен болған жақсы. А вот рух файтинг, он же больше такой... Я, рух файтинг, я, енді олардың сферасы басқа деп айтсам да болады. Мысалы, более медийность жағымен кеткен нелер ғой, олар ютубқа просмотр там. Одан кейін намат бар да, более профессионально тоже. Да. Чисто кулачкамен. Такой полу-поп, да? Иә, ол да тоже жақсы. Енді бір жақсы сондай промоушенер көбейген дұрыс қой, зачем оны сравнивать деймін да? Менің ойымша бір-бірін салыстыруға келмейтін нәрсе, ол әр өзінің бір мықты тұстары болады, сол секілді. Бірақ бір плюс боецтерге жұмыс бар, ақша бар. Получается, мысалы UFC-да, UFC-мен контракт жасаған кезде боецке, мысалы басқа промоушенда төбелесуге рұқсат бермейді. Ал бізде қалай? Бізде енді бәріне емес, мен өзім лично мысалы номадта төбелесіп жүріп, хардкорда төбелесе аламын, хардкор төбелесіп жүріп, найзада төбелесе аламын. Бізде осы нәрсе бар да, связь. А в хардкоре такого нету, что вот ты только у нас должен. Ты только в них должен драться. Енді оны көреміз қазір. Бірінші поезд алып алайық, иншалла. После же поезд, может быть. Ары қарай көре жатармыз, иә. Енді әрине маған жақсы сөйлейтін жақсы дұрыс қой, мысалы. Егер мысалы хардкорда пәленше бойға отырғызып қойып, определен бір суммамен жүр, маған да невыгодно, брат. Мысалы, сол жақта төбелесіп жүремін, мына жақта маған предложение келеді, мысалы, я жұмыс осындай, не могу там прыгать. И все. Про футбол шанс. Хардкор с точки зрения вот ақша, они, по-моему, номер один, да, сейчас вот кто платит? Иә. Қазір енді именно сол промоушендарда сол болып тұр ғой. Бірақ енді неден бөлек та, ACA, конечно, это другой уровень, по-любому, там, более профессионально, да, там, натура боецтер төбелеседі. А хардкор более такой, поп, да, полупоп тоже, да, вот такой. Бірақ там тоже, например, от себя айтпайтса, вот Нұрбек аға айтады ғой, постоянно айтады, бонус беріңдер, үйтіңдер. Сен айтады, сен өзің дамыт дейді да, сен өзің сат дейді. Сат деген мәселе ол бар, өзің сат жібер демейді ол. Раскручивай бой дейді да, конкретно. Сол кезде ақша аласың дейді. Сол секілді ғой, брат. Видишь, хардкор то же самое, брат. Кто себя раскручивает, тот и получает. Да. Все. А вот сен маған айттың, ең бірінші гонорар, грубо говоря, гонорар 10 мың теңге болды. Ну, можешь не говорить қайда, но вот самый большой гонорар қандай болды сенде? Теңгеде желательно. Нормально, короче. Примерно. 5-тен жоғары болды ғой. 5-тен жоғары. Это енді патолог демейін, енді патологияның ішін алла болады бұйырса. Пока солай енді. Қазір нормально алып отырмыз, Аллах қалауымен. Өйткені сонша жыл еңбек бар ғой артта. Енді соның бәрін жіберіп болмау керек. Енді бұйырса мен ойлаймын, осы хардкордың поясын алғаннан кейін менде гонорар больше өседі. Өйткені мен требовать ете аламын да осындай деген секілді. Сол секілді көреміз. Ал былай қарап тұрсаң, я бізде қазір тоже намат нормально төлейді. Барлығына емес. Медийный личность. Медийный личность. Енді любой жерде соған қарайды ғой негізі. Қазір статусына қарап араласатын болады. Вообще в России к казахским бойцам хорошее отношение, я заметил, даже на конференциях кто-то вот как-то все равно не допускают какого-то беспредела, там, как-то нормально относятся. Когда смотришь, да, вот и конференции где-то за рубежом наших бойцов, не знаю, мне можно так говорить или нельзя, но вообще не стыдно. Ты смотришь и говоришь, типа, да, вот красавчик реально. Да, и охота, что... Вот Касымбай, как себя на конференции, четко повел себя вообще. Он такой, ему... Когда приехал на конференцию, он такой, вот ты мне здесь... Да. Ты что, глаз сделал, брат, зачем там этот? Как-то его, видишь, осадил, у него же, получается, на его территории, как бы, причем без оскорблений, без ничего, да. Сонымен мысалы да, жаңағыдай көп ақша сұрайды ғой, көбісі дұрыс айтады, бірақ енді қазір неге заман талабына сай раскрутка жасау керек та, бірақ мерадан аспау керек, оның отбасына, там жеке личный нәрсені тиіспеу керек та, бірақ өткенде хардкор келді ғой Алматыға.
сол кезде таңғаламын да, мысалы біздің бойсер аналар қатты не еді ғой, арбатта прикинь, брат, прям толпаны жинап тастады ғой. Иә, взвешивание болды, иә, сол жақта. Залик болсын, кім болды, мына Чоршанбе мысалы. Мен таң қалдым ғой, біздің жанымыздан зу өтеді, аналарға жабысып жатыр. Көрдің ба, брат, қалай реклама жұмыс істейді. Зато алады да олар, мысалы да. Сол сияқты біздің бойцтерге сол нәрсе жетіспейтін секілді, кішкене арасы көреді. Ну, кажется, заликом фоткались чисто по приколу. Жоқ, мен мысал ретінде айтып отырмын ғой, шындық қой, кім ренжиді, оған ренжимейсің конкретно. Солар более атақты болып келді да, мұнда сөздің шыны керек. Прям газеттің ішіне түсіріп ала жазды бәрімізге. Просто там нужно понимать, да, у них все равно это чуть-чуть раньше началось, и они вот эту тему чуть раньше подцепили, и как бы поэтому они популярнее сейчас. Еще и 140 миллионов там человек, и бізде. Жоқ, дұрыс қой, біздікілер дұрыс та қабылдамайды ғой, брат, түсіндің, біздің қазақтар бастайды, мына сола деген сияқты. Бірақ ол оның жұмыс екенін түсінбейді, бірақ ол жұмыс ретінде қабылдап отыр да ол. Ол өз жеке басын ойлап отыр, дұрыс қой? Мен де шыққанда ойламаймын ғой, бар ойбай, мен халқым үшін төбелесем не үшін. Ол өтірік айтады, ол бәрі шындап келгенде. Ол соғыс емес қой, бар. Соғыс болса, халқың үшін до конца кетесің алып. Енді мына жерден жеке басыңды ойлайсың ғой, конкретно сөйлеп шыны керек. Еліме мен аяқтан тапқан ақшамды халқыма бөліп беріп жатырмын ба? Ондай әңгіме жоқ бұл жерде. Ол жеке басың ғана шыны керек. Сол себепті жастарға айтарым, сол дамыту керек өзі осы тараптан. Ертең мысалы болашақта үлкен ақшалар көргілерің келсе. Сол сияқты ұялмай қысылмай жасау керек болды. Бізде сол бір ғана шектететін нәрсе, ой, халық не дейді, сол ғана ғой негізі. Егер бәрін күшті жасайтын болсаң, жасай алатын болсаң, істе, неге істемеске болды. Бізде Жәнібекте жүр ғой, мысалы. Ананда Оренда, мысалы, Альваресқа вызов тастап. Сол сияқты ғой. Ол өзінің несін біліп отыр да, мерасын осыны. Уақыт келеді, бірақ шықпауы да мүмкін да, қазірден бастап отыр да ол теманы. Сол сияқты ғой, рисковать ету керек. Айтпақшы, әлемдік деңгей айтып жатсақ, там сейчас у Жәнібека, да, бой выходные. А в UFC смотришь? UFC қараймын. Сен де бір өзінің топ-4 жасасаң. UFC-дан ба? Аха. Джон Джонс. Именно действующий. Действующий. Джон Джонс действующий. Все Джон Джонса называют. Джон Джонс, ты че, брат? Талант қой, иә? Талант қой, тума талант. Анау Абдулманап Нұрмагомедовтің өзі айтады ғой, такой один только Джон Джонс дейді. Ол барлығын жасай алады да, мықты жауынгер. Одан кейін маған ұнайды екінші Петр Ян. Ну, сейчас на спаде. Ведение боя ұнайды да, просто разносторонний боец. Айтпақшы, стилін примерно бірдей. Солға маған сол үшін ұнайды, стилі ұнайды. Одан кейін үшінші менің басымның осы кіші салмақтағылар ғой негізі. Одан кейін мынау бәрі менің хейт деп сөзінде Шон Омелли ғой негізі. Өте ақылды төбелесетін бойцтардың бірі. Қатты ойланып төбелеседі. Мысалы бір ударкамен қазір қарашы. Одан кейін төртінші алатын болсам Волкановский. Зверь ғой. Бірақ енді бір сұрақ қазір, Волкановский сенің тобында Ислам Махачу жоқ. Бірақ Волкановский бар. Қазір енді олар төбелеседі. Қалай ойлайсың? Енді мен мұсылман ғой, әрине. Мұсылман жеңген қалаймын, дұрыс па, исламның. Енді осы тұрғыдан алатын болсақ, бізге жақын. Бірақ енді ол менің өз таңдауымда, ол маған төбелес мәдерін айтты кім, Волкановский. Сол себепті, осы Волкановский отса екен деймін болды. А Чимаев пен Усман не дейсің? Чимаев пен Усман, Чимаев үшін жанкүйер боламын. Өйткені қазір полный лагерь өтті ғой жігіт. Жақсы формада деп ойлаймын. Нет, с ним пока не знаком. А тогда сол отса екен деп ойлаймын да, Чимаев. Бірақ қиындау болады, енді Усман тоже қасқырлардың бірі ғой. Иә. Енді ол мотивация берген сияқты, нормально ақша төлеп. Не то что ақша жағынан, олар мысалы жеңсе сразу титул үшін төбелеседі. Иә, ол да бар ғой бір шетінде мотивация. Сен по-любому, иә. Их қазіргі чемпион Шон Стрикланд, я думаю, такой проходимый чемпион. Иә, көреміз енді оны. Ол да жынды, ол да бір. Во время боя төбелес сөйлеші. Иә. Ол екінің бірінен қол келмейді ғой, мысалы да. Молодец. Ал енді сұрағыма кетсек, чтобы выиграть эти перчатки. Кстати, если вы внимательно слушали, вы, я думаю, найдете легко этот ответ. Чтобы выиграть эти перчатки, нужно правильно ответить на вопрос и написать, в каком году дебютировал Жуман Жумабеков в Лиге Найза. Так что давайте, отвечайте. И перчатки, лапы заберите, напишите нам на почту, мы вам там передадим. Дома лежат, пылятся. А то сами тренируются. Не, реально, я уже реально хочу сам чуть-чуть там такой, лапы лежат. Потом такой, нет, все-таки доверили. Дороско.
Алжуман, рахмет саған. Рахмет. Я думал, блин, супер, прям так все на одной волне, все Да. классно получилось. Алла разы болсын, жігіттер. Көп Мы от тебя хочу пожелать, от нашего подкаста, чтобы ты завоевал чемпионский титул. Иншалла. Да. Без травм. Иншалла. Вот. Желаем тебе удачи. С этим поясом, что я тут в следующий раз сидел здесь. Да, Иншалла, да. иншалла. Алла қаласа. Будет круто, кстати. Алла Да. насіп етсе, от сол 20 конференция бізде, біраз шулатайын деп тұрмыз енді барып. С командой поедешь? Көреміз, брат. Мгм. Мен жалғыз өзім бара беремін ғой, брат, иншалла. Да, я думал, казахская диаспора там есть. По-любому келеді. Все, рахмет. Рахмет, Алла разы болсын. Родной сияқты сөйлесіп кеттік қой. Соны открыт адам, брат, мен айта беремін ғой. Жаман ойым жоқ шыны просто. Қазір қай жақта түсірілім болып жатыр? Кино, клип. Не ғой, Маченскийдің клипіне ғой. Маченский? Что-то не знаю такого. Тау адам. По-моему, сен сол өлеңнен шығасың ғой, Мен сен? постоянно сол өлеңмен Да, шығамын. Последний раз Алматы арена сонымен шығуым керек еді, у него не получилось, короче, и потом басқа әншімен шықтым. Ол қасында шығып өлең Сөйтіп айтып. шығу керек еді, сөйтіп Асетпен шығып кеттім ғой, Тұрғамшымен. Да. Тұрғамыш тоже мощно зарядил, братан. Прикинь, енді самое интересное, что, брат, бірінші ананы шақырды ғой, потом второй меня вызывает, брат. Мгм. Как клетку захожу, он с правой стороны стоит. Я посмотрел на него, он бүйтіп қарады да, он, короче, глаза у него, короче. Я сразу понял, духтан упал. Все. Прикинь, духтан түсіп қалған ғой, мен болды жұбана тапитын. Бүйт жүрмін, анау что-то артынан брат келеді да, құлағына бір нәрсе айтады, потом он опять начинает, потом гасит, короче, мен болды, значит, менікі но. Ты что, брат, оған тоже оңай емес қой, по-любому. Реально өлең сондай бір қуат бере ма? Берді, брат, айтып тұрмын ғой. Алсаң да басады деген кезде, брат, ты че? Мурашкалар кетті ғой, денең бәрі тітіркеніп. Мысалы, Хабиб бір өлеңнен шығады ғой про Дагестан. Да. Несі музыкасы жоқ, чисто было голос, и тоже как будто бірінші рет естіген кезде прям мурашки по коже. Тем более өз еліңде, брат, по-любому поддержка страшно ғой, брат. Мықты береді. Бірақ ол жерде жан кетпеу керек та, биші көбісі дұрыс қабылдамайды, мысалы. Өз елінде болғаннан кейін анда көп нәрсені ойлап қояды, ойбай ұтылып қалсам не болады деген сияқты жүк алып қояды да көп өзіне. Бірақ мен онда не болған жоқ, оны вообще ойлаған жоқ. Соны айтып тұрмын ғой, брат, бойды қалай берді, у меня такое предчувствие, братан. Как будто я славлю его, короче. И так и получилось. Главное, чтобы такое же чувство было. Иншалла, брат, Менде пландарым бар ғой, брат. Ну, ойлаймын, брат, максимум 2 раунд күресетін менше болды. Потому что он устает, брат. Да, дыхалка жетті. Там, потому что 5 раундов, братан. Прикинь, сен 2 раундтан кейін бой енді басталады, ойлаешь? Да. Я ко всему готов, иншалла, брат. Настрой только такой. Все, брат, удачи. Алла разы болсын, брат. Да. Фу, блин, круто. Все. Енді залға барам, кешкісін спарринг